қазіргі көтеріліп отырған министерстволардан таққызбаймыз, заң жүзінде мектептерден жаңа таққызбаймыз деген мәселесі, бұл үкіметтің көтеріп отырған мәселесі тікелей дінге қарама қайшы туғызып отыр, қайшы келеді. Яғни діндегі парыз нәрсені істетпейміз деп отыр. Енді осы жерде имам Тахауидің айтқан сөзі бар: біз басшыға бойсынамыз, басшыға бойсыну уәжіп. Қай мәселелерде десе, Аллах тағаланың әміріне қарсы жұмсамаған мәселеде дейді. Мысалы, басшымыз Құран хадиске қайшы келетін, діндегі парыз нәрсеге қайшы келетін нәрсеге жұмсаса, онда бойсынылмайды. Яғни арақ іш деп бұйырып жатса, зина қыл деп бұйырып жатса, жаңағы орамал тақпайсың, әуретіңді жаппайсың деп бұйырып жатса, бұл Алланың әміріне қарсы адамның әмірі жүрмейді деді имам Тахауи. Сондықтан ол жерде Алланың әмірін бірінші қоямыз деді. Алланың әмірі бірінші тұрады. Сондықтан қазіргі күнде шынымен үкімет басы, ел басының бастауымен бастап отырған бұл үкімет басы шынымен бұл ислам шариғатындағы парыз нәрсені мойындамай, немесе мойындаса да істеткізбейтін болса, онда мұсылмандарға, мысалы мен басқаларға айтпай қояйын, өз басым қыз баламды мен балиғат жасына толғанда мектептен шығарып алуға мәжбүр боламын. Өйткені Алланың әмірін бірінші орындауға бірінші тұрады, ал одан қалған Алланың әміріне қарсы жұмсамаса, ол сол кезінде барып неге басшыға бойсынылады. Яғни осы мәселеде басшыға бойсынылмайды, Алланың әміріне қарсы келгендіктен қалған нәрселерде бойсына береміз. Сондықтан имам Тахауи осы жерде ашып айтқан: басшылар бізге зұлымдық қылса да біз сабыр етіп бойсынамыз, дұға қыламыз, оған тауфиқ бер, туралық бер деп дұға қыламыз. Тек қана Алланың әміріне қарсы жұмсамаса бойсынылмайды деді.